Қазір интернет желісінде осындай қорғасын құю арқылы емдеу әдістері көбейіп кетті. Бұл шариғатқа қаншалықты дұрыс? Енді шариғатта қай кезде қайшы болады бұл ұғым? Сол құйып жатқан кезде осымен әдісім адамға ем береді деген сияқты сенім болатын болса, сондай жағдайда бұл Аллаға серік қосу болып табылады. Өйткені барлық шипа Алладан болып табылады. Енді тағы да бір шариғатқа бір қисықтау келетін жері, сол құйған кезде қорғасын формасын қарайды. Соған қарап бал ашады. Бұл да шариғатқа негізі бал ашу бағанадай дұрыс емес болып табылады. Қай кезде шариғатқа рұқсат болады? Осы құйған кезде ана дауысы қатты шығады, дауысы қатты шыққан кезде адамның бойында қан айналым болады. Бүйрек асты безінен адреналин бөлінген кезде адам бойында қан айналу болады. Осы нейроғалым Беслер деген кісі бар. Сол кісінің зерттеуі бойынша адам қатты қорыққан кезде бойында үрей қалып қояды екен. Сол үрейді шығару үшін бағанадай қатты адамды қорқытып, сол үрейді қан айландыру арқылы шығарады. Егер осындай сенім болатын болса, осындай ниет болатын болса, осындай медицинаға сүйенген болса, оның ешқандай шариғатқа қайшылығы жоқ. Сол себептен де қорғасын құйған кезде сол құйып жатқан адамның ниетін сұрау керек. Сен қандай мақсатта құйып жатсың деген сияқты. Тікелей ырымға ғана сүйенетін болса, бұл әрине шариғат бойынша қате болып табылады.